матка осылай сыртқа шығып кететін қорқынышты жағдайлар болады. Ол біздің астымыздағы бұлшық еттердің әлсіздігінің кесірі. Егер ол тонусы мықты болса, ол қайтадан жиырылып ішіне кіріп кететін еді. Босанғаннан кейін, жалпы ауыр көтергеннен кейін іш қуысындағы қысымның өсуіне байланысты органдар төмен қарай салбырайды. Сондықтан органымызды алып тастауға асықпау керек. Сәлем алтындарым. Қынап кеңейіп кетсе не істеу керек? Көптеген қыз-келіншектердің ең өзекті мәселелерінің бірі, солай емес пе? Тіпті маған хат жазатын ер азаматтар да бар ғой. Әйелім 6 бала босанды, бірақ өзіңіз түсіне беріңіз, астының не болып жатқандығын. Не істейміз? Операция жасатуға ақшамыз дайын, тек қана тарылтып операция жасап берсеңіз болды. Әйтпесе мен әйеліммен вообще ештеңе сезбеймін деп даже ер азаматтар жазып жатады қыздар. Ондай жағдайға жеткізбеуіміз керек. Сіздің күйеуіңіз әйелім асты кең не істесем болады деп, күйеуіңіз выход іздеп жүрмеу керек. Сіз тіпті тұрмыс құрмай жатқан кезде қынабыңызға мән бере бастауыңыз керек. Ол біздің ең бір маңызды органымыздың бірі. Дүниеге бала кеп беретін, күйеуімізбен байланыстыратын ең бір негізгі орган. Неге бетімізге қараған кезде, үстімізге қараған кезде, қолымызға крем жағамыз, неге астымызға соншалықты мән бермейміз қыздар? Енді бүгінгі сұрақ кеңейіп кетті, не істеу керек? Кеңеймес үшін не істеу керек? Әрине айтып жүрмін бұған дейін. Енді кеңейіп кеткен жағдайда не істеу керек? Бір бала туғаннан кейін, 2 бала туғаннан кейін қынап кеңейіп кетеді. Даже кесаревадан кейін де қынап кеңейіп кетуі мүмкін қыздар. Оған біздің физикалық ауыр заттарды көтеруіміз, балаларды туымыз, әсіресе крупный салмақпен босану, сосын әйелдің жалпы физикалық белсенділігінің аз болуы бұлшық еттердің әлсіз болуын алып кетеді. Мысалы, табиғи жағдайда бала туғаннан кейін қынап керілді, қалпына келу керек. Резина сияқты кәдімгі созылды, қайтына қалпына келу керек. Бірақ кейбір резиналар әлсіз болса, ол қалпына келмей қалады. Уже созбасы шалбарыңыз тұрсаңыз түсіп кете беретін болады. Өйткені резина әлсіз болып кетеді. Сол сияқты қынап өзінің қалпына келмей, ол әлсіздігінің кесірінен кеңейіп кетеді. Енді мен сіздерге бүгін медициналық және үй жағдайында тарылту жолдарын айтатын болам. Медициналық жолмен әрине осы күнге дейін бізде медицина операциямен емдеп келді. Осы соңғы 10-20 жылдықта ғана бізде альтернативті басқа да жолдар шыға бастады. Құдайға шүкір. Ал бұрын тек кеңейіп кетті, қынап немесе тіпті мынандай опущение болып кететін жағдайлар болады. Қыздар, қараңыздаршы, матка осылай сыртқа шығып кететін қорқынышты жағдайлар болады. Бұндай жағдайда матканы түгелмен кесіп алып тастайды, қынапты жасап қояды, бірақ кейін қынаптың өзі матка жоқ болғанымен қынап түсіп кетуі мүмкін. Енді қынап әйел адамға керек қой, жыныстық қатынасқа түсуге, жалпы бізде артық орган жоқ ағзамызда. Жатырымызда, аналық безімізде, қынабымызда барлығы бізге керек. Тіпті бала туып болдыңыз, зачем сізге жатыр деген айтуы мүмкін. Мысалы, апаларда маткасы төмен түсіп кеткен кезде, болды, давайте маткаңызды бәрін алып тастаймыз деп, артық орган жоқ бізде. Сондықтан органымызды алып тастауға асықпау керек. Енді басқа амал болмаған жағдайда, Құдай сақтасын, рак болған жағдайда алу керек. Басқа жағдайда оны керісінше өзімізде, денемізде, өзімізбен бірге келген дүниені өзімізбен бірге алып кетуге тырысуымыз керек. Негізі солай болу керек. Енді медицинада бүгін қынап кеңейіп кеткен кезде гиалуронкамен, яғни филлерлармен жаңағы қынапты қалпына келтіру процедуралары бар. Ол қалай жүзеге асады? Яғни сізге филлерларды, гиалурон қышқылын ағзаңызға енгізіп береді. Осындай филлерлар болады. Осы филлерларды, яғни бұл гиалуроновая кислота құрамында, осы шприцпен сізге салып, қынабыңызға кеңейіп тұрған жерлерге салып береді. Сосын объем керек жерлерді. Өйткені бала туғаннан кейін, мысалы, половая губа қыз кезінде әдемі болып тұрады, кейін ол солып-солып сүмірейіп қалады. Мысалы, мен айтам, 2 алма болады, біреуі сочный, ішінде суы бар, прям сочный жесең, бір алма бүрсіп қалады. Гиалурон қышқылы бізге су тартады ағзамызға. Сондықтан клеткаларға ол суды тартып беріп тұратын гиалуроновая кислота. Ал кейін біздің, мысалы, балалардың клеткасын қарасаңыздар, томпиып, әдемі болып тұрады. Өйткені оларда гиалурон қышқылы көп. Жасымыз өте келе, бала туа келе, кәртейе келе, бізде гиалурон қышқылының концентрациясы азаяды. Яғни ағзамыздағы гиалурон қышқылының азаюына байланысты клеткаларымыз сусыздану процесіне ұшырайды. Сусыздану процесі кезінде жел шығып кеткен алма сияқты бүрсе бастайды. Астымызда дәл сол секілді. Сол кезде үлкен жыныс еріне, кіші жыныс еріне объем беру үшін
қазір мен сіздерге көрсетейін. Мінекей астымызда бізде бұлшық ет, осы бұлшық еттерге объем беру үшін бұрын артық дүниенің бәрін кесіп, мысалы мынандай сияқты кесіп алып тастайды, тігіп береді, ал енді қазір әрине уже 4-ші дәрежеде емес, 1-ші, 2-ші дәрежеде гиалуронкамен, мысалы половой губаға, бұлшық еттерге, слизистый оболочкаға гиалурон қышқылын енгізу арқылы ісінудің гиалурон қышқылын салғаннан кейін сол жер ісінеді, ісінудің салдарынан ол жер тарылады. Мысалы оған қандай мысал келтірсек болады? Сіз кейде беті мысалы жылаған кезде, бір эмоциялық нәрселер болған кезде көзіңіз таңертең ісіп кетеді, яғни сіздің көзіңіз осылай ашылмай қалады. Өйткені ол ісіп тұрады. Вот сол сияқты мынандай дәу тесік ісінудің салдарынан ол тарылады. Енді гиалурон қышқылы біздің ағзамызда көп қыздар сұрайды, жаңа зиян емес па гиалуронка салдыру деп. Гиалурон қышқылы біздің ағзамызда бар, просто ол жылдар өте концентрациясы азайып, біздің ағзамызда ол азайып кетеді. Сол азайған дүниені салдырады. Оны бетке де салдырып, кейде қыздар еріндерін ісіндіріп алып жатады, ісіндіріп тұрады. Жаңағы жыныс мүшесін ісіндіреді. В общем, объем беру керек жерлеріне гиалуроновая кислотаны салып ісіндіріп алады. Осындай шприцте болады ол гиалуроновая кислота, қыздар. Әр түрі болады, Енді сосын плазма лифтинг деген дүние бар. Плазманы гельге айналдырып, плазма гель деген нәрсе бар. Ол қалай жүзеге асады? Осындай арнайы пробиркалар болады. Соған қыздар кейде енді кейбір жерлерде ақша табу мақсатында осындай өтірік пробиркаларға, яғни лабораторияның қан алатын обычный пробиркаларына қан алады. Ол дұрыс емес. Себебі ол пробиркалар, мынандай қараңыздаршы, плазма актив, специально оның осындай плазма алатын пробиркасы. Бұл пробирканың ерекшелігі, қыздар кейде мынандай лабораторный жасыл пробиркаларды алады да енгізе береді. Ол сіздің ағзаңызға қанды қайтадан кіргізуге арналмаған, ол лабораторияда анализді анықтап лақтырып жіберуге арналған. Ал мынау қайтадан денеңізге кіретін дүние болғандықтан сіздің денсаулығыңызға зиян тидірмеу үшін арнайы плазмаға арналған плазма актив пробиркалар болу керек, Сосын оның шприці де өзгешелеу болады, себебі кәдімгі шприцке қараған кезде бұл шприцта специально инені бұрайтын болт болады. Яғни инені кәдімгі шприцке осылай салатын болсақ, бұл жерде бұралып, ине бұралады. Себебі сіздің плазмаңыз, пробирка арзан дүние тұрмайды, 20 мың төңірегінде. Сонда пробиркадағы маған қаныңызды алады, сосын оны центрифугадан өткізеді, сосын бұған сары суын бөлік, қызыл түйіршіктері, яғни бөлік болады. Сол кезде сап-сары сары суын осындай арнайы шприцке, болтпен бұралатын шприцке сорып алып, сізге енгізеді. Егер сол кезде кәдімгі жай шприц болатын болса, просто былай кигізе салатын инені қысыммен айдаған кезде ол атылып кетсе, сіздің сары суыңыз просто далаға кетеді. Яғни ол сіздің ағзаңызға кірмей қалады. Сондықтан арнайы шприці болу керек, Даже мына жерде қан алатын специально арнайы бабочкасына дейін, инелеріне дейін бабочка деп айтамыз, шприцке арналған. Осының барлығы осының ішінде бар. То есть осындай набор. Сондықтан плазма салдырған кезде мен всегда қыздарға көрсетем, осындай арнайы штрих-коды бар пробиркалармен плазма алыңыздар. Кейбір жерде 10 мыңнан 15 мыңнан да болады, ол жаңа 500 теңгелік Қытайдың обычный лабораторный жаңа анализ анықтағаннан кейін лақтырып жүретін жай пробиркалармен сізге плазма актив жасауы мүмкін. Соның үшін сақ болыңыздар, Кейде недобросовестный сондай адамдар болады. Сондықтан осыны плазма деген осы дүниелер, Енді плазма гель деген жаңа сары суды алады қыздар, оны специально температурамен өңдейді, сол кезде ол қоюланады. Сары дүние кәдімгі желе тәрізді қою дүниеге айналады. Сол кезде оны енгізген жерде ол сары су тез сіңіп кетеді. Мысалы, қыздар ренжиді, мен қазір ғана вроде бы сары суымды салдырдым плазманы, бірақ объем болды, тез сорылып, өйткені плазма деген ол өзіміздің қанымыз тез сорылып кетеді. Бірақ қыздар, оның емдік қасиеті қалады. Плазманың емдік қасиеті ол ғалымдарыма бұрыннан белгілі дүние. Бұрын білсеңіздер, қатықтың сары суымен әжелеріміз шашын жуатын, бетіне жағатын, сол сары су біздің қанымыздың да сары суының өзінің емдік қасиеті бар. Мына буындар ауыратын адамдарға буындарға салады. Бетіне әжім, пигмент түсіп кеткен, дақ болып кеткен, әжімденіп кеткен беттерге тоже нәрлендіру мақсатында плазманы бетке салады, Дәл сол сияқты гинекологтар оны көтке салады дейінші. Гинекологтар оны қынапқа салады, яғни жаңа қынапты емдеу мақсатында. Особенно кейде асты қатты қышып, вообще не жақса да ем жүрмей кететін жағдайлар болады. Сол кезде емдік мақсатта, сол жергілікті қынаптың иммунитетін көтеру мақсатында плазма салуға болады. Плазма гель, плазмаға қарағанда
кішкене ұзақтау тұрады. Бірақ ең жақсысы, егер объем берем үлкейту мақсатында, жаңа сіндіру мақсатында болса, ол гиалуронка жақсы. Емдік мақсатта плазма жақсы, қыздар. Бұл медициналық қынапқа қалай әсер етеді, сосын лазермен қынапты тарылту операциялары бар. Ол кәдімгі операция, әйел дайындалады, қынабына лазер сәулелерін енгізіп, қынаптың қабырғаларын лазермен күйдіреді. Енді аяғы қолы күйіп қалған адамдарды өздеріңіз айналаңызда көріп жүрген болуларыңыз мүмкін. Терісі не істейді, бүрісіп тарылып қалады, тартылып қалады. Дәл сол сияқты қынаптың шырышты қабаты күйген кезде бүрісіп тартылып қалады. Сіздің қынабыңыз сол күйгеннің, слизистейдің күйеуінің арқасында тартылып қалады. Сондықтан күйеңіз кірген кезде тар болып тұрады. Күйеңізге бәлкім жақсы шығар, бірақ сіздің сезімталдығыңыз резко төмен түсіп кетеді. И вообще күйіңізді сезбей қаласыз. Кейбірде даже ауру сезімін шақыруы мүмкін. Себебі ол жер, былайша айтқанда, химический ожог сияқты, қыздар. Лазер сәулелерімен күйдіріп, оны тарылтқандықтан әйелдер мысалы бізге келіп айтып жатады ғой, лазер жасаттым отзывтарын. Сол кезде отзывтары онша емес, себебі мысалы гиалуронка, плазмадан ешқандай зияны жоқ, только пайдасы бар. Единственный ол қайта-қайта жасау керек процедуралар. Ол бізге жасартады, күш береді, иммунитетімізді қалыптастырады, объем береді. Ал бұл лазер сәулелер күйдіреді. Сондықтан сіздің сезімтал талшықтарыңыз күйеді. И сіздің қынабыңыз сезбей қалады вообще. Біріншіден, екіншіден, қынап кірген кезде боль болуы мүмкін. Тыртықтың бойымен күйеуіңіздің половой член кірген кезде ауруы да мүмкін. Осын вообще қаяққа барсын, сояққа барсын, маған жоламаса болды деп қашып жүретін әйелдерді де тәжірибемізде көрдік. Сондықтан лазер сәулесімен қынапты тарылту, әрине жасау-жасамау өз еркіңіз, әрине жақсы тарылтып береді. Ол 3-4 процедура керек және бағасы примерно 200 мыңның ар жақ бер жағында. Бірақ соншалықты нәтижесі енді керемет дегенді мен көрмедім өз басым. Әрине өз еріктеріңіз. Плазма гиалуронканы жасата берсеңіздер болады. Оған ешқандай противопоказания жоқ. Екеуі де біздің ағзамызда бар дүние. Ал медициналық тұрғыдан органдарды алып тастауға мен тоже особо жақсы қарамаймын. Өйткені мен оны онша қолдамаймын. Осындай нәрселер. Бұл медициналық жолмен тарылту жолдары. Енді қыздар, сіздерде қазір инфитнес деген сала бар, яғни интимді бұлшық еттерді шынықтыру. Мына бұлшық еттер неге бұлай салбырайып кетеді? Қалай ойлайсыздар? Не үшін осылай салбырайып кетеді? Ол біздің астымыздағы бұлшық еттердің әлсіздігінің кесірінен. Егер ол тонусы мықты болса, ол қайтадан жиырылып ішіне кіріп кететін еді. Босанғаннан кейін, жалпы ауыр көтергеннен кейін іш қуысындағы қысымның өсуіне байланысты органдар төмен қарай салбырайды. Сондықтан қазіргі таңда интимді фитнес Қазақстанда өте қатты жақсы дамып келе жатыр және өте қуантатын, өте білікті мамандар көбейіп жатыр. Мысалы бізде Алматыда орталық бар, келіп шынықсаңыздар болады, келіп немесе онлайн алсаңыздар болады. Қынапты тарылту ең мықты тәсіл осы интимді фитнес. Яғни ешқандай операциясыз, ешқандай уколсыз, ешқандай бір нәрсені салып алуысыз-ақ сіз қынабыңызды өзіңіз жаттығу арқылы қалпына келтіресіз. Оған арнайы, мысалы, қынапты біз осылай, мысалы, қолыңызды, мысалы, мына жер бұлшық ет шығарғыңыз келсе, қолыңызды осылай шынықтырсаңыз болады. Шынығады ғой, шынығады. Бірақ сіз арнайы гантельді алып, ауыр, бірінші жеңілін алып, сосын ауырын алып, осылай шынықсаңыз, сіздің қолыңыздың бұлшық еті тез шынығады. Дәл сол сияқты қынапты қысып жіберіп, Кегел деген акушер-гинеколог ғалымның жаттығуы бар, Арнольд Кегельдің ойлап тапқан Кегел жаттығу. Сол Кегел жаттығуына негіздеп жаттығуларды жасасаңыз болады, ол былай шыныққанмен тең. Ал арнайы тренажерларды алып шынықсаңыз, әрине сіз уже гантель ұстап, гир көтеріп шыныққан сияқты тез бұлшық еттеріңізді шынықтырасыз. Соған арналған интимді тренажерлар қазір нарықта өте көп. Мысалы, осындай кегел болдары бар, яғни шариктар, кегел жаттық. Ол арнайы, мысалы, бір шарик басында шынығасыздар, кейін 2 шарик, одан ауырырақ шарик, яғни жеңілінен бастап ауыр шариктарды. Яғни сіз қынабыңа саласыз, басында жеңіл шарикті ұстап тұруыңыз керек. Екінші, ол орташа салмақ, кейін ауыр шарикті саласыз, бірақ түсірмей, оны қынабыңызбен қысып тұруыңыз керек. Яғни сіз қынапты қысып жіберіп жаттығуды жасай аласыз. Кейін жыныстық қатынас кезінде де осы техникаларды қолдансаңыздар болады. Сондай-ақ бізде осындай ленивый тренажер бар. Бұны кімдерге кеңес берем? Бұны вообще қынабымды сезбей, қай жерді
қысу керек деген кезде осындай ленивый тренажерлар болады. Яғни сіз осындай монитормен басқару арқылы астыңызға осы ленивый тренажердің специально енгізетін заты болады. Неге өздеріңіздің көздеріңізше новый упаковканы ашып жатырмын, Так, мынау осындай насадкасы болады, соны қолдансаңыздар болады. Бірақ қыздар, всегда айтам, сен бұл ленивый тренажер тек қана сезу үшін жақсы, яғни мен қынабын сезбеймін, қай жерімді қысам деген кезде бұл сізге астыңызға кірген кезде бұл бұлшықеттеріңіз өзі жиырылады, өзі қысып жіберіп жатады. Сол кезде сіздің миыңызға информация бар, мына жерді қысып жіберу керек екен деп, пока өзіңіз сол бұлшықеттерді қысып жіберіп үйренбейінше, бәрібір де сіздің қынабыңыз қыздай болмайды. Қыздай болғыңыз келсе, сіз қынабыңызды өзіңіз басқарып үйренуіңіз керек. Осындай ленивый тренажердің осындай мінекей астына салатын насадкасы болады. Соны қынапқа салу арқылы қыздар қынабыңыз өзі жыбырлап, әртүрлі программасы бар. 11 түрлі программа, оргазм сезуге, қынапты тарылтуға деген сияқты. Сол программалар таңдау арқылы сіз бұлшықеттеріңізді сезе бастайсыз. Бірақ қыздар, ол мен болды, осыны ғана қолданам, одан кейін қынабым тарылып кетеді. Все, мен өзім жаттығуым керек емес деп ойлап қалмаңыздар, бұл сізге көмектеседі. Қынапты сезуге, қай жерді қысу керек, қалай қысу керек. Себебі бұл жаңағы импульстарды жіберу арқылы бұлшықеттеріңіз өзі жиырылады. Вот солай жасауға болады. Және ең бастысы лазерлердің атасы деп айтсам қателеспеймін қыздар, осындай лазерный тренажер деген тренажер бар. Көбісі лазерный тренажер десең, астында лазермен бірдеңке істей ма, күйдіре ма деп айтады. Ол ондай емес, қыздар. Бұл кәдімгі бала күнімізде, естеріңізде болса, тақтаға осылай лазер түсіріп ойнайтынбыз. Естеріңізде ма? Вот осындай лазер сәулесін мынаның етегіне кидіргендіктен лазер тренажер деп айтылады. Яғни әйел осылай астына мына шарикті киеді, сосын тренажерді осылай стенаның бойымен 2 метрді стенаға қойып осылай жылжыту арқылы, мен қолымнан көрініп тұр ғой, осылай жылжыту арқылы сіз қынабыңызды басқара аласыз. Мысалы, мен сізге қазір атсам, астыңызды қысыңыз десем, сіз примерно мен қыстым деп ойлайсыз. А мен сізді сезе алмаймын, дұрыс па? Сондықтан мынау лазерный тренажер бізге кері байланыс беретін единственный тренажер. Сіз қаншалықты дұрыс қысып жатқаныңызды осы лазерный тренажер арқылы ғана біле аламыз. Яғни әйел астына киіп, оны алдыға төмен жылжыту арқылы, лазер сәулелерін метрдің бойымен жылжыту арқылы осылай қынабын тарылтады. Және лазерный тренажермен қынабыңызды басқарып үйреніп алғаннан кейін бізде еще грузовой тренажер бар ғой. Вот, сізге осындай баклажка және осындай тренажер керек болады. Қарап отырсаңыздар, басында лазерный тренажермен қынабыңыздың бұлшықетін басқарып үйреніп алғаннан кейін сіз уже қолыңызға грузовой тренажерді алып шынық аласыз. Ол қалай? Ол осылай кәдімгідей қыздар. Мынау қынабыңызға саласыз, осы шарикті, сосын мынау грузды ілесіз. Енді баклажкаға басында 1 стакан су құйып аласыз. Сосын мынау специально қақпағы бар. Сізге өзіңізге ыңғайлы ұзындықта осылай баклажкаға суды кидіресіз дағыны, осы бірінші 1 стакан суды ұстап тұрасыз. Кейін жарты баклажка, кейін толтырып, кейін даже мынау 0,5 баклажка болса, кейін 1 литр баклажканы қынабыңызбен қысып ұстап тұра аласыз. Сонда мынау салмақпен төмен тартса да түсіп кетпеу керек. Яғни сіздің қынабыңыз бұлшықеті мықты болу керек. Соны көрсететін тренажер. Бұл грузовой, яғни грузды көтеру тренажері. Сіздің сонда бұлшықетіңіз мықты болса, 1 литр баклажка осылай ары төмен сырғанап тұрса да, төмен тартып тұрса да, сіздің бұлшықетіңіз жібермейді. Яғни ол не деген сөз? Сіздің бұлшықетіңіз мықты деген сөз. Әрине ол бір күнде сразу жасауға болмайды. Қазір, давайте маған грузовой тренажерді беріңіз, мен жасаймын, мынандай 1 литр баклажканы ұстаймын деп, қыздар, ұмтылып кетпеңіздер. Ол сіздің денсаулығыңызға қауіп болып кетуі мүмкін. Себебі бірінші кезекте сіз алдымен қынапты басқаруды, брюшной давлениені, яғни іш қуысындағы қысымды басқаруды үйренуіңіз керек. Егер сіз күшеніп жасасаңыз, керісінше органдарыңыз төмен түсіп кетеді. Осындай тренажерлар, қыздар, өте көп. Қазір мен сіздерге ең көп қолданыстағы қарапайым тренажерларды көрсеттім. Әрине, имфитнестің интимный гимнастиканың екінші этапында қолданылатын тренажерлар да бар, Кегель тренажерлары бар, бұл бөлек тренажерлар.
әрине ол басқа видеоның тақырыбы. Бастапқы кезде осыларды меңгеріп алсаңыз, бірақ қыздар, бұларды әрине сіз алып өзім жасай берем деп қолдансаңыз болады, бірақ кейде соны дұрыс емес жасағанның кесірінен қыздар опущение, жоқ жерде опущение тудырып алады, опущениесі бар болса күшейтіп алады. Неге? Өйткені көбісі дұрыс жасауды білмейді. Сондықтан бастапқы кезде интимный тренермен жұмыс жасау өте маңызды. Мысалы, сіз тренажерный залға барып, бірден дәу штанганы алып көтерсеңіз, сіз қолыңызды ауыртып аласыз, сындырып аласыз, әйтеуір бірдеңкені бүлдіресіз. Сізге тренер арнайы бірінші жеңіл жаттығуларды береді. Бірінші қолыңызды қыздырып аласыз, жүгіріп аласыз. Содан кейін барып кішкентай гантельден бастайсыз, сосын ауыр гирларды көтересіз, содан кейін барып штангаларды көтересіз. Сол секілді фитнесте өзінің жасалынатын жаттығулары бар. Бірінші жаттығу бұл іш пен демалудан басталады. Сондықтан қыздар, айналайындар, ютубтан көріп алам, өзім жасап алам деген әңгіме енді өздеріңіз білесіздер, бірақ интимный тренердан, білікті маманнан білім алғандарыңыз жөн. Енді сіздердің заңды түрде сұрауларыңыз анық, сіздің қандай курстарыңыз бар деп. Интимный тренерді өздеріңіз таңдай аласыздар. Қазір құдайға шүкір, интимный тренер өте көп Қазақстанда. Менде фитнеске арналған онлайн, офлайн, яғни келіп, тренермен орталыққа келіп жаттығу жаңағы залы бар, фитнес клубы бар. Немесе онлайн түрде, мысалы, сіз Алматыға келе алмайсыз, алыстасыз, ауылдасыз, интернетте болды, сол видео сабақты көру арқылы үйде өзіңіз жасай аласыз. Яғни ол жерде кәдімгі диастазды анықтау, ішпен демалу, ең қарапайым жаттығулардан бастап, күрделі жаттығулармен аяқталады. Яғни сабақтың соңында сіз уже тайский трюки, қынаппен су сору жаттығуларында жасай аласыз. Осындай керемет дүниелер, қыздар, бір қарасаңыз ертегі сияқты көрінеді, бірақ расында күнделікті өздеріңіз сияқты қыз келіншектердің жасап жатқан жаттығуы. Және көп қыздар ойлайды, ол мен толықпен жасай алмаймын, ой мен арықпен жасай алмаймын. Оған байланысты емес, қыздар. Любой жерді шынықтыруға болады. Толық болсаң да, арық болсаң да, сен қынабыңды шынықтыра аласың. Табиғат Алла Тағала жаратты, бізге сондай бұлшықетті шынықтыру мүмкіндігіміз бар. Сондықтан мүмкіндікті қолдану әркімнің өзінің еркі. Енді қыздар, давайте осы жерге жазыңыздаршы, кім фитнеспен айналысып жүр, қандай нәтижеге жетті. Себебі фитнес деген, қыздар, интимный фитнес, интимная гимнастика немесе, ол сіз бір күн жасап тастап кететін дүние емес. Сіз мысалы фитнес залға бардыңызда бір күн терлеп, деп тұрып жаттығу жасадыңыз, и все, болды. Маған бұл жаттығу өмір бақиға жетеді деп кетіп қалмайсыз. Сіз күнделікті өзіңіздің расписаниеңіз бойынша фитнеске барып, шынығып тұруыңыз керек. Әйтпесе сіздің бір ай шыныққаныңызда, мысалы, бір жыл шынықпай жүргеніңізден пайда жоқ. Бір ай шынығып, бір 3-4 ай шынықпасаңыз, уже қалпыңызға бұрынғы дряблый мышцаға келіп аласыз. Сол сияқты интимді бұлшықеттер де оларды бұлшықет. Оларды үнемі біз бақылап, қадағалап, қысып жіберіп отыруымыз керек. Және сіз оны жақсылап үйреніп алсаңыз, очередьте отырсыз ба? Бір жерде біреуді күтіп отырсыз ба? Әңгіме айтып отырсыз ба? Құру отырсыз ба? Паркте отырсыз, балаларыңызбен серуендеп жүрсіз, пожалуйста, ақырындап, даже мен қыздарға кейде айтамын, балаларды кешке серуенге алып шыққанда, шаригіңді салып ал, и все, катай, потихонечку мышцаңды да құрып жүрме. Біріншіден уақытыңмен балалармен қыдырып жүрсін, особенно кешке жақын, өйткені кешке жақын жасаған кезде қыздар шарикпен де сондай әйелде феромоны бөлінеді, еркек оны сезеді, и сізде түнде бурный ночь болады. Бұл дәлелденген дүние. Сондықтан қынаптарыңыз кеңейіп кетсе, қыздар, болды, енді не істеймін, только операция деп медициналық жолға жүгінсеңіздер де болады. Немесе ең альтернативті, ең күшті әдіс өзіңіз шынығу арқылы қынапты қалпына келтіруге болады. Сіз қайсына жүгінер едіңіз? Жаза кетіңіз.